Бүгін еліміздің 164 мың түлек үшін соңғы қоңырау соғылды. Олардың 121 мыңы ұлттық бірыңғай тест тапсыратын болады. Ал биыл алтын белгіден үмітті мектеп бітірушілердің саны 6 мыңға жеткен. Олардың төртеуі Алматы облысы Қарғалы ауылындағы гимназия түлектері. Биыл бірінші рет мектеп бітірушілерді қанат қақтырғалы отырған білім ордасының ұстаздары алдағы білім саясына балаларымыз сақадай сай дейді. Қанаттары қатайған тағы бір топ қарлығаштар көкке самғады. Еліміздің ертеңі болатын мектеп бітірушілер бүгіннің өзінде болашақтарына салғырт қарамайтындықтарын білдірді. Bir қызығы биылғы түлектердің таңдауы техникалық мамандыққа түсіпті. Мәселен, Алматы облысы Қарғалы ауылындағы гимназияның 11-ші сыныбын тәмамдаған Гаухар Оңалбектің де бар арманы осы кәсіпті меңгеру. Болашақта енді физика пәнін таңдадым. Технический жаққа барады деген ойым бар. Өмір есігін ашқан жас түлектер үшін бүгінгі күн сезімге толы болды. Аяулы ұстаздары мен туған мектептерін қимаған қарлығаштар толғанғандықтан болар білім ордасына арнап өлең жолдарында төкті. Мектебім менің мектебім, өзіңде өсіп көктедім, жүрегімді жаралайды қимастықпен кеткенім. Мектептегі соңғы оқу күніне 11-ші сынып оқушылары аса мұқият дайындалыпты. Мұғалімдеріне деген алғыс сөздер айтып, ән тарту етті. Әрбір шәкірттің баласындай көретін сынып жетекшілері де қимастық сезіммен жүр. Мұғалімдердің бар арманы шәкірттеріміз алдағы білім сынағында жоғары нәтиже көрсетсе дейді. Әрбір шәкіртім 100-125 балдық деңгейді көрсетсе, мен үшін, ұстаздары үшін үлкен алғыс. Алматы облысы Қарғалы ауылындағы 3 тілді тереңдетіп оқытатын гимназиядан 45 оқушы бітірді. 4 түлек алтын белгіден үмітті. Дегенмен гимназия директоры барлық талапкерлерімізді қажетті деңгейде білім сайысына дайындадық дейді. Мектепшілік шаралар бізде осы балалардың дарындылығына байланысты көптеген шаралар бізде жүргізілді. Жаңа енді өздеріңіз естідіңіздер, мына Мамедова Маулида алтын медаль иегері. Жаңағы биылғы жылы бірінші орынға ие болды. Пән мұғалімі Рисалат Құрбанова. Одан кейін физика пәні бойынша да жаңа алтын медаль иегері болып біздің осы гимназиядан оқушымыз шықты. Лимон Асабек, Ната Булхаиров, Тимур Кайрамбаев, Информбюро, Алматы облысы.